Бүгін менде өзімнің курстық жұмысым ретінде жасалған жұмысымды таныстырмақпын. Менде тақырып бұл жерде 4-ші номер әртүрлі салада шешімді болжауға жасанды интеллектіні пайдалану тақырыбы болды. Мен бұл мысалда медицина мысалын алдым. Яғни бұл жерде мен курстық жұмысым ретінде жасалған медициналық жасанды интеллект платформа AI Medassist туралы толық түсіндіріп беремін. Яғни бұл жерде менде бұл жай ғана бір алгоритм емес, бұл жаңа биылғы семестрде өткендегі барлық негізгі машиналық оқыту әдістерін біріктіріп жасалған толыққанды медициналық аналитикалық жүйе болды. Яғни мен осы платформа ішінде осы платформаны құру үшін 3 түрлі интеллектуалды модульді жинақтадым. Олар менің өзімнің жақсы нәтиже көрсеткен Naive Bayes, Cummins, SVM, яғни Support Vector Machine. Bayes'ті мен диагнозды болжау үшін, Cummins'ті өмір салтын сегментациялау үшін, SVM'ді жүрек қан тамыр тәуекелін болжау үшін керектендім. Яғни мен теорияда өткен нәрсенің барлығын осы практикада көрсетіп, бір жұмыс істейтін медициналық жүйеге айналдырдым десем болады. Мен бұл жобаны Python тілінде жасадым, ал интерфейс үшін Streamlit фреймворк қолдандым. Осылайша менің жүйем қандай да бір интерактивті бір веб-платформа ретінде жұмыс істей алады. Бәрі нақты уақыт режимінде есептеліп, бұл жерде графиктер өзіміздің көрген автоматты түрде салынып, және де қолданушыдан қандай да бір енгізген параметрлер болады. Жалпы платформаның жалпы идеясы, бұл платформаның жалпы мақсаты, яғни медициналық шешім қабылдауды жеңілдету, яғни былайша айтқанда дәрігерге немесе пациентке диагнозды шамалап болжауға, жалпы денсаулық көрсеткіштерін бағалауға, жүрек қан тамыр тәуекелін алдын алуға көмектесу, яғни decision support system деп айтылады, яғни жаңа клиникалық шешім қабылдауды қолдайтын жүйе. Бірден мен бұл жерде платформамның қалай жұмыс істейтінін көрсетіп кетейін. Бұл жерде Streamlit Run API, яғни Streamlit веб платформасын іске қосамыз. Яғни менде қандай да бір веб-платформа ашылады бұл жерде. AI Medassist, яғни бұл жерде медициналық шешім қабылдауды қолдауға арналған жасанды интеллект платформасы аты ретінде. Менде бұл платформада 4 бет болады. Біріншісі басты бет, яғни бізде осы платформа туралы негізгі ақпарат береді. Екіншісі диагноз болжау, біздің Naive Bayes'ті қолдануға арналған. Ол бетке өтетін болсақ, мына жақтан шегертеміз. Яғни бұл жерде бізден пациенттің мәліметтерін алады. Яғни бұл жерде температура, пульс, жөтел, қан қысымын енгіземіз. Және де бізде сол енгізген деректерге байланысты пациенттің профилі шығады, және де диагноздың нәтижесі шығады. Мен бұл жерге 3 диагноз қорытындысын кіргіздім, яғни 3 диагноз түрі. Біріншісі бізде сұйық тию, суық тию, екіншісі тұмау, пневмония дейтін 3 аурудың түрі болады. Сол пациенттің енгізген мәліметтеріне қарай бұл жерде осы 3 түрге бөлетін болады. Мысалы, мен температураны 36-ға қоям, жөтел бар деймін, пульсті 120-ға қоям, қан қысымы 130 болсын. Бұл жерде бізде жаңағы енгізген пациент профилі өзінің жеке парағы, жеке мәлімет ретінде шығып тұр. Және диагноздың нәтижесі бұл жерде тұмау ретінде алады. Яғни бұл жерде біздің енгізген мәліметтерге байланысты Bayes формуласын қолданып, сенімділігі 100% ретінде қауіп деңгейін орташа қауіп ретінде шығарып отыр. Бұл жерде жалпы клиникалық нормалармен салыстыру
функциясы бар, яғни бұл жерде температура бізде төмен болып есептеледі, пульс жоғары болып есептеледі, қан қысымы қалыпты ретінде көреді, және де бізде графикін шығарып келеді. Бұл жерде жаңағы байес әдісіне, формуласына байланысты, нәтижесіне байланысты графикамыз тұмау ретінде шығарып тұр. Бізде екінші бет өмір салтына негізделген денсаулық сегментациясы, яғни Каминс модель бойынша шығады. Яғни бұл жерде бізде екінші парақ ашылады. Денсаулық талдау, яғни бұл жерде бізде ең алдымен қолданушыға жеңіл болу үшін мысал деректерді беріп кетеміз, яғни ұйқы сағаты қанша болу керек, қадам саны қанша деп есептеуге деп кіргізуге болады, калорияны, стрессті, пульсті барлығын қандай санмен енгізу керек, соны көрсетіп кетеді. Яғни және де бұл жерде бізде қолданушыдан қандай да бір деректер енгізуді талап етеді. Ұйқыны, калорияны, стресс деңгейін, қадам санын. Яғни бұл жерде бізде ұйқы сағаты 7, калория 2500, пульс 72, қадам сан 9000, стресс деңгейін 0-ден 10 арасында бағалайтын болсақ, яғни 4 деп бағаласақ, бізде результат бізде бұл жерде результаттың бағасы 100-ден 100 алып тұр. Өйткені бұл жерде біздің қолданушымыздың енгізген параметрлері, яғни результаты жақсы. Бұл жерде аз қимылдау жоқ, жоғары стресс жоқ, калория артық емес, денсаулыққа қауіп төніп тұрған жоқ деген болжамды береді. Яғни бұл жерде бізде хитмап бар, яғни көрсеткіштерді салыстыру, ұйқысы, қадамы, калориясы, стрессы, пульсы бізде көктен қызылға дейін бар екені, бұл жерде мысалы нәтижеде қызыл, яғни бұл жерде біздің қолданушымыздың енгізген мәліметтеріне сәйкес қадамы өте көп болып, күнделікті жасайтын қадамы өте көп болып тұр. Және де жүрек қан тамыр тәуекелін болжау үшін SVM-ді қолданғанбыз. Бұл жерде пациенттен тағы да параметрлер сұрайды. Яғни бұл жерде параметрге мысалдар келтірілген, және де соған байланысты дәрігердің интерпретациясын шығарып береді, және де бұл жерде диаграмманы қойып береді. Жалпы платформа бізде айтып кеткендей 3 модульдің бірін таңдадық. Біріншісі диагноз болжау, яғни Naive Bayes. Екіншісі Каминс, үшіншісі SVM моделін құрдық. Енді код құрылымына келетін болсақ, 4 негізгі Python файлына бөлінген бұл жерде код. Біріншісі AppPy, бұл бүкіл платформаны басқару орталығы. Бұл жерде Streamlit бепарақ үшін Streamlit импорт жасаймыз, және де Naive Bayes, Каминс, SVM модельдерінің кітапханаларын енгіземіз. Бұл жерде мен кодтарды бөлек файлдарға бөлдім, Каминс, SVM, Naive Bayes үшін. Бұл жерде себебі өйткені жобалық мәдениеттің бұл дұрыс тәсілі болып табылады. Егер бәрін бір файлға жазсам, код үлкен болып түсініксіз болар еді. Жалпы жобаға қолданылған технологиялар, олар Streamlit, яғни Web Interface, Pandas-ты қолдандым, өйткені клиникалық датасет керек бұл жерде. NumPy, өйткені бұл жерде есептер болады, яғни математикалық есептеулер үшін. Scikit-learn, яғни машиналық оқыту модельдері бізде бұл ең маңыздысы, және де Matplotlib, яғни график визуализациясы. Жалпы жобаның негізгі медициналық маңызы, яғни бұл платформаны мен жай тапсырма ретінде жасамадым, өйткені оның болашақта қолдану мүмкіндіктері өте үлкен. Мысалы, алғашқы диагностика орталықтарында немесе онлайн медициналық консультация платформалары үшін немесе бір жеке медициналық ассистент ретінде де қолданса болады.
өйткені яғни айтайын дегенім, бұл болашақта кеңейтуге болатын база. Мысалы, нақты клиникалық деректермен қосуға болады, электронды денсаулық паспортымен біріктіруге болады. Бұл жерде алгоритмдерді ең маңыздысы қайта оқытып, жаңағы менің платформама ауру түрлерін көбейтуге болады. Осылайша сіздерге AI Medicist платформасы толық жұмыс логикасы және архитектурасы бәрі отчетта көрсетілген. Әр модульдің мағынасын және олардың медициналық есептерді қалай шешетіні көрсетілген. Және де бұл бағдарламаны жасаудың арқасында мен машиналық оқытудың үш түрлі әдісін терең түсіндім. Олардың практикада қалай қолдануын үйрендім. Және де осы веб платформа Streamlit арқылы толыққанды жұмыс істейтін платформаны іске асырып, және де медициналық аналитика жасауды меңгердім. Рахмет.